жақта той болып жатса, мына жақта Нүрик деген жігіт қартамен құмар ойнап тәлейі келгендіктен қарсыластарын түгел ұтып алып, досы Джони екеуі енді бұл арадан кетіп қалмақ болғанымен, көп ақша ұттырған мына Аза деген жігіт шыдамай Нүриктердің жолын бөгегенімен, Нүрик пен Джони Азамен қоса адамдарын түгел сабап жолдарына түсіп, Нүрик Джониға бүгін менің тойым, сондықтан бұдан бұлай құмарға жоламай, адал еңбек етіп, басқа кәсіп істеймін деп серт береді. Сөйтіп Нүриктің тойы да өтіп, әйелі Ара екеуі қарапайым болса да бақытты күн кеше бастайды. Нүрик уәдесі бойынша тойынан кейін құмарға мүлдем жоламаған болып, күндіз бір зауытта істесе, кеште таксишілік қылып жүреді. Бірақ бір күні досы Джони Нүрикті жұмыс орнына іздеп келіп, Азалармен құмар ойнап, машинасын ұқтырып тастағанын айтып, сен қартаны мықты ойнайсың ғой, барып Азалардан машинамды ұқтып берші дегендіктен, Нүрик Джониді ертіп құмарханаға келсе, Азалар осында құмар ойнап отырған болып, Нүрик оған досымның машинасын ұқтып алыпсыңдар, оның қартаны жақсы ойнай алмайтынын білесіңдер, машинаны қайтарып берші десе, Аза оған Джониді біреу зорлап ойнатқан жоқ, ұттырған екен, бекерден бекер қайтар алмаймыз. Егер машинаны алып кеткілерің келсе, менімен қарта ойна деп, бұған Нүрик, мен бұл кәсіпті тастағам десе, Аза оған ендеше машина менде қалады, жоғалыңдар дегендіктен, екеуі амалсыздан жолдарына түсіп, Джони Нүрикке Азамен қарта ойнап машинаны ұқтып берсең болмай ма? Осы машинамен жан бағып отыр едім ғой. Ауру шешемді де күніге машинамен емханаға апарып жүргем. Енді қайттым деп зар еңірегендіктен, Нүрик оған өз машинасын беріп, жұмыстарыңды бітіріп алғанша менің машинамды айдай тұр. Кейін жұмыс істеп ақша тауып, басқа машина сатып аласың. Құттырған машинаңды ұмыт дегендіктен, Джони жарайды деп Нүриктің машинасын айдап қайтады. Бірақ ертесі таңертең Нүрикке машина керек бола қалғандықтан, Джониға хабарласса, Джони телефон алмай, тағаты таусылған Нүрик Джонидікіне келсе, бетіне қараудан қалдық қой, қара бет болдық қой, далаға шыға алмай қалдық қой. Әкемнен қалған азын-аулақ алтындардың бәрі орнында алып кетіпсің. Ада телевизор ол жоқ. Маған не істе дейсің енді? Түрімді қарашы мынау. Қарашы өзіңе. Не болды? Енді ертең менің көзім жоғалса сен не боласың? Қайдағыны айтпаңшы, мама. Балам амасы бар. Қалай сапа? Шүкір. Ана баламен сөйлесіп жатыр едім. Өзің сөйлесші, жарайды. Қайсың? Джони, сен татылы сонда үйге ұрып кеткесің бе не? Жоқ, сен азарттың артынан кетіпсің ғой? Үйіңнен зат ұрлауға өштірмейін бе? Қоймашы. Осылай кете берсең бір күн түбіңе жетеді ғой сенің не? Шешеңді ойласайшы сәл. Жіберсің? Не болды көзіңе? Есікке ұрып ағам. Есік жұдырығымен ұрды ма көзіңе? Байқамай қалдым да. Кіммен төбелестің? Сен хатқа барып айтшы Джони. Мен саған адам ұқсап сені тапсырдым ғой. Ертең обедте маған машина керек деп. Несі келді? Ренжімеші мен. Машинаға отырып қалдым. Сен дау. Қалай мен машинаға отырып қала саласың сені? Бұғанына қойып берем мен бұрады. Сен білмейін бар ма? Сен кеше маған не деп өдеп едің? Болды, азартты қойдың дедім. Мен саған сені тапсырдым да ол Джони. Мен қол шығып қалды кеше. Бас бар ма сенде Джони? Бас бар ма сенің? Орнына қойып берем деп тұрмын ғой. Кімге өтілдің? Азаға. Сен көзің жетпеді ма? Азап отамайтын көзің жетпеді ма сен Джони? Бір емес екі машинаң барып қадады ма сені? Много кесін. Өстіп Джони Нүриктің машинасында Азаға ұттырып тастаған болып, бұған Нүриктің қанша жыны ұстаса да, машинаны қайтарып алу үшін Азаны іздеп келіп, сен мына Джонидан менің машинамды ұқтып алыпсың ғой, машинаны қайтар десе, Аза оған машинаңды алғың келсе, онда кел, менімен қарта ойна деп, машинасынан айырылып қалса болмайтынын ойлаған Нүрик, бопты деп қартаны қайта қолға алып, түнімен ойнап, ақыры машинаны да онымен қоса бір талай ақшада ұқтып алады. Әрі ақшаның біразын Джониға беріп, енді құмарға жолаушы болма деп ақыл айтып,
өзінде қалған ақшаларды санаса, бұл ақшалар ішпек жемекпен Бәнкенің қарызынан аспайтын болып, сонда да бұған қанағаттанған Нұрик жұмыс орнына келсе, зауыт бастығы зауыттың жабылғанын айтып, басқа жұмыс қарастыра бер деп, үйге келсе әйелі Арай оған үйдің май ақысын беретін уақыт толыпты деп, егер май ақыны төлемесе, далада қалатынын ойлаған Нұрик кештен машинасын айдап таксишілік қылып, бірақ бұдан мардымды ақша таба алмаған соң бірден құмарханаға келеді. Фильмнің жалғасын ертең жаңалайтын боламын.